15 минутта дайын болатын, дәмді, үгілмелі, тез дайын болатын рогалики жасаймыз. Електен өткізілген ұнның үстіне құмшекерімізді қосамыз, ванилин саламыз, шым-шым тұз қосып араластырамыз. Мұздай сары майымызды салып, қолдың көмегімен жақсылап үгітіп аламыз. Бір жұмыртқамызды салып, лопатканың көмегімен кішкене араластырып аламыз. Үстінен қаймақты саламыз. Барлығын біріктіріп, қамыр илеп аламыз. Қамырды 10-15 минут қалдырып қойсаңыз болады, бетіне жауып, немесе бірден пісіре берсеңіз де болады. Осылай үлкен етіп жайып аламыз, дөңгелек етіп. Достар, егер видео ұнап жатса, подписаться белгісін басып, жанындағы қоңыраушаға басып қойыңыз. Жаңа видео шыққанда ең алғашқы болып көретін боласыз. Пышақтың көмегімен 1/8 бөлікке бөліп аламыз. Енді әр бөлікті 3 бөлікке бөліп шығамыз. Бізде 24 дана рогалики шығады. Ортасына қалауыңызша начинка қолдансаңыз болады. Начинка ретінде варенье немесе шоколад жақсы үйлеседі. Пешті алдын ала қыздырып дайындап аламыз. 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Тегін мастер-класстар мен керемет видео рецептерді жіберіп алмас үшін тіркеліп алып, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ас болсын, сіздермен болған Мадина.